Сегізінші сабақ. Топырақтың құрамы. Сабақта топырақтың құрамын білесің. Топырақ жердің өсімдік өсетін беткі қабаты. Топырақ құмнан, саздан, қара шіріктен құралады. Олардың топырақтағы мөлшері жеріне байланысты. Кей жердің топырағында құм көбірек, кейбірінде қара шірік көбірек кездеседі. Қара шірік дегеніміз топыраққа араласқан өсімдіктер мен жануарлардың шіріген қалдықтары. Оның құрамында қоректік заттар болады. Топырақта ауа да бар. Ауасы мол топырақ борпылдақ болады. Құрамындағы ауаны көбейту үшін топырақты қопсытады. Жауын-шашыннан соң немесе суарғаннан кейін топыраққа су сіңеді. Ауа мен су топырақта тіршілік ететін жануарлар мен өсімдіктерге өте қажет. Жануарлар да топыраққа пайдасын тигізеді. Мысалы, шұбалшын топырақта қозғалған сайын оны қара шірікпен, құммен және сазбен араластырып қопсытады. Топырақтың құрамы өзгеріп тұрады. Ондағы қоректік затты өсімдік бойына сіңіріп алады. Немесе жиі ұзақ жауған жаңбыр суы топырақ құрамындағы заттарды шайып кетуі мүмкін. Сен білесің бе, жер бетіндегі топырақ тірі ағзалар пайда болғаннан бастап қалыптаса бастады. Бұл үдеріс өте баяу жүреді. 100 жылда шамамен 1 сантиметр топырақ түзіледі. Есте сақта, топырақтың құрамына құм, саз, қара шірік, яғни тірі ағзалардың қалдықтары және су, ауа кіреді.